Теміртау қаласының сәулет және құрылысы бөлімінің мәліметтеріне сәйкес, қалада 157 көше мен 18 шағын аудан орналасқан. Олардың барлығының ресми атаулары немесе нөмірлері бар. Бірақ қаланың кейбір аудандары мен нысандары ономастикалық комиссиямен емес, қала тұрғындарының өздері қойған атаулармен аталады. Біз бұл өзіндік атаулар бар нысандарға барып, олардың неге бұлай аталғанын білуді шештік. Бірінші нысанымыз қазіргі Момышұлы даңғылының бойында орналасқан. 1950 жылдардың ортасында Қазақстан магниткасының құрылысы жолдарында мұнда барлығы Тайвань деп атаған комсомол қалашығы орналасты. Тайвань 2 қабатты барақтардан құралды. Бұл қолжетімді құрылыс материалынан тез салынатын тұрғын үйлер. Барақтарда жатақханағыдай бір бөлмеде тұруға болатын. Комсомол қалашығы даладағы арал сияқты. Қаланың шығыс бөлігінен және біз қазір ескі қала деп атайтын қаланың тағы бір бөлігінен алыстау болды. Тайвань атауы 1949 жылы азаматтық соғыс нәтижесінде Қытайдан бөлінген Қытай аралына ұқсастығынан пайда болды деген нұсқа бар. Теміртаулық жастар осы халықаралық оқиғаларды бақылап, өздерінің қалашығын Тайвань деп атаған. Мүмкін комсомол қалашығы Қытай аралына тән халқының тығыз орналасқанына байланысты осындай атауға ие болған шығар. Қазақстан магниткасы құрылысшыларының барақтары 90-шы жылдарын жойылды. Аудан атану өзі де баяғыда өткен шақта қалды. Құрылысшылар даңғылмен жүріп өтеміз. Қаладағы бұл даңғыл бойында орналасқан сталинкалар болгарлар үйі деп аталады. Олар болгарлық жобалар бойынша немесе Болгариядан әкелінген құрылыс материалдарымен салынбаған. Теміртаудың осы ауданының құрылысы 1957 жылдан 60 жылға дейін болгар жастарының Қазақстан магниткасында болуымен тұс келеді. Теміртаулықтардың күнделікті өмірінде болгар үйлері деген түсінік пайда болды. Яғни болгарлар тұратын аудан. Болгар құрылысшылары туралы барлығы баяғыда қымтып кеткен, ал Теміртаудағы сталинкаларды бұрынғыдай болгар үйлері деп атайды. Достық төбешігі Теміртаудың ресми атау алған жалғыз ауданы. Шынында бастапқыда 50-ші жылдардың ортасында оны махаббат шоқысы деп атаған. Би алаңында бірнеше қайынның көлеңкесінде талай романтикалық кездесулер болған. 59-шы жылдың мамыр айында қала комсомолдары махаббат шоқысын көгаландыруға әрекет жасады. Күректері мен көшеттері бар, жүздеген жастар болашақ аллеяларда отырғызды. Қандай да бір себептермен ағаштардың көпшілігі тамыр жаймады. Мүмкін бұған 59-шы жылдың тамызында махаббат шоқысының етегінде шатырлы қалашықта басталған қайғылы оқиғалар ықпал еткен болар. 1975 жылы төбешік өзінің ресми атауын алды, бірақ достық төбешігі деп аталған атауда романтика аз да кем. Біз қаланың басқа бөлігіндеміз, колхоз көшесі. Дәл осы жерде қала тұрғындары кезінде Шанхай деп атаған аудан орналасқан. Өздеріңіз білетіндей, Шанхай әлемдегі ең ірі қалалардың бірі, зәулім ғимараттар салынған Қытайдың қаржылық орталығы. Ал теміртаулық Шанхай ескі Самарқанд кентінен қалған жер және саман үйлер. Қалада 2 Шанхай болды. Төменгі 4-ші А кварталда және жоғарғысы Тас Кореяның жанында орналасқан. Бүгінде теміртаулық Шанхай өткен өмірде қалып барады. Оның орнына заманауи коттедждер салынды. Байғазиев көшесінің бойындағы ескі қала аудандарының бірі Тұруляля. Орамның көңілді атауының шығу нұсқауларында қала тұрғындарының пікірі екіге бөлінеді. Біреулер бұл орамды өткен ғасырдың ортасында үйлердің бірінде белгісіз суретшінің Тұруляля деп жазып кетуінің салдарынан аталған деп мәлімдейді. Ал екіншісі 50-ші жылдары осы ауданда карларда босатылғандарды барақтарға қоныстандырғаны туралы неғұрлым романтикалық нұсқа бар. Олардың қатарында лагерь бөлімінде өз ансамблін құрған музыканттар да болды. 1955 жылы музыканттар босатылғаннан кейін Теміртауда алғашқы эстрадалық ансамбль құрды. Кейін ол бүкіл қалада өнер көрсетті. Екінші нұсқа бойынша осы музыканттардың олардың қойылымдары мен олар ұйымдастырған билерінің құрметінде бұл аудан Тұруляля деп аталды. Келесі аудан 31-ші орап немесе халықтың атауымен дворяндық ұя деп аталады.
Бұл ауданның атауы ұзақ уақыт бойы осында жұмыс істеген дворяндық ұя дүкенінің атауынан шыққан дейді. 31-ші орам өткен ғасырдың 50-ші жылдары салынған. Социализм дәуірінде кеңестік моральға жат атаудың бекітілгені екі талай. Ескі нұсқа бойынша бұл жайлы ауданда көптеген қала басшылары өмір сүрген деп айтылады. Сондықтан оны әзілмен дворяндық ұя деп атаған. Біз екінші шағын ауданға қарай жылжып келеміз. Пентагон Америка Құрама Штаттарының қорғаныс министрлігінің штаб пәтері екені белгілі, бірақ Теміртауда емес. Бізде бұл екінші шағын ауданның орталығында салынған көп қабатты тұрғын үйлер ғимараты. Екінші шағын ауданның құрылысы 60-шы жылдар басында басталды. Ол 5 қабатты хрущевкалар салынған. Ал 70-ші жылдардың соңында көрші мектептер жазда және қыста спорттық жарыстар өткізетін шағын ауданның орталық алаңында жайғасымды үйлер салына бастады. Екінші шағын ауданның орталығында салынған көп қабатты үйлердің жиымы біреудің жеңіл қолымен Пентагон деп аталып кетті. Теміртауда жеке нысандарының да өзіндік атаулары бар. Металлургтер даңғылындағы тауықтың сирағы деп аталатын дүкен бар. Бастапқыда дүкеннің кіреберісі бетон бағандарға сүйенген. Оларды тауықтың сирағы деп атап кеткен. Қазір бағандар жоқ, бірақ атау қалып қойды. Шайба бұл Абай көшесіндегі кафенің дөңгелек ғимараты. Ал Республика даңғылындағы мұндай нысан Свечинскийдің үйі деген өзіндік атауға ие. Тұрғын үй 91 мемлекеттік бағдарламасы аясында 80-ші жылдардың соңында, 90-ші жылдардың басында Теміртауда көптеген тұрғын үйлер салынды. Олардың ішінде бірінші шағын аудандағы 10 қабатты үйде бар. Бұл үйдің құрылысы Қарағанды металлургия комбинатының директоры Александр Свечинскийдің тікелей бақылауында болды. Көп қабатты үй зауыт басшылары мен өндіріс озаттары үшін қарастырылған болатын. Үй 1990 жылдардың басында пайдалануға берілді және сол кезде болған Свечинскийдің қайғылы өліміне қарамастан үйдің атауы сақталып қалды. Тағы бір өзіндік атауы бар нысан бұл Металлургтер даңғылында орналасқан номері 20-шы үй. Ол 76 жылы пайдалануға берілген және сол кезде бүкіл Қарағанды облысының ең ұзын үй болған. 9 кіреберісі бар 9 қабатты ғимаратта 320 пәтер орналасқан. Халық бұл үйді Қытай қабырғасы деп атап кеткен. Ұзақ уақыт бойы қысқы мезгілде Қытай қабырғасының алдында қаладағы ең үлкен сырғанауға арналған төбешік және жаңа жылдық қалашық орнатылды. Қазір Теміртаудағы Қытай қабырғасы деп аталатын бұл үйді Металлургтер даңғылынан қарағанда шағын нысандар жауап тұр. Теміртауда әлі күнге дейін Пятачок, АБВ, Бродвей, ЖТК және 3 апалы сіңілі сияқты атаулар бар. Тіпті теміртаулықтарға таныс 5 қабат және Башмачок атаулары қала қонақтарына мүлдем түсініксіз. Қызықты өзіндік атаулар ерекше қарым-қатынас тілі ретінде теміртаулықтарды білдіреді.